Енді келесі видеода сіздерге мына жерде инені сабақтауды көрсетіп жібергім келіп тұр. Инеміз сіздің тізімде көрсетілген идеал обычно ақ жіп, швейный машинкамен тігетін. Соны 4 қабаттап бисер тігетін инеңізден өткізіп аласыз. Сосын түйіндеген жерін көрсетіп кетейін деген, соңғы жағын 4 қабат көріп тұрғаныңыздай төрт тін қылып алдық. Соңғы бөлігін бір тегіс қылдырып алып келіп, қиясыз да осындай етіп қазір не көрсетейін. Түйіндейсіз. Өйткені сіздің осы түйіндегеніңізден бастап тіккеніңізден жіп ары қарай сөгітіліп кетпей үшін ең ответственный момент осы. Соны жақсылап түйіндеп алып, қаттылап, шығып кетпейтіндей қылып, бастап тіккен кезде закреплять етуге керек болады. Инемізді сабақтадық. Енді осы инемен ары қарай өшірткімізді тіге береміз. Неге 4 тін деп сұрасаңыз, өйткені оюдың жатуы, оюдың орналасуы өте әдемі болып түседі 4 тінмен. Және тіккен затыңыз прочный болады.